Сәлеметсіздер ме оқушылар, 7-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 6-шы бөлімнің 7-ші 8-ші сабағы тіл және технология тақырыбына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және мен YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Біз 3-ші тапсырмадан бастаймыз. Неліктен 3-ші тапсырма? Себебі 1-ші, 2-ші тапсырмалар тыңдалымға арналған тапсырма болғаннан кейін менің қолымда бұл аудио мәтіндер тыңдайтын мүмкіндік жоқ. Сондықтан ондай тыңдалым тапсырмалары кей кезде тапсырмаларды орындау мүмкін емес болған жағдайда қалып кетіп жатады. Ал егер де тыңдалым тапсырмаларын сұрағын оқыған кезде жауап беруге мүмкін болатын болса, түсінікті болатын болса, онда міндетті түрде ондай тапсырмалар орындалады. Бірақ QR коды бар ғой, апай дейтін болсаңыздар, енді менің жағдайымда бұл QR кодты ашып оқуда мүмкін болмай тұр, және менің білмеймін, QR код менің камерам мүмкін оны оқымай тұр ма. Сондықтан 3-ші тапсырмаға бірден көшетін боламыз. Берілген сөздерді қатыстырып сөйлем құраңдар дейді. Яғни бізде кітапта сөйлемдер берілген, соған қатыстырып сөйлемдер құрайтын боламыз. Бірінші сөйлем. Қазіргі таңда ғаламтор тұрмақ офлайн оқуға емес, онлайн оқуға да үлкен мән берілуде. Екінші сөйлем. Онлайн адамдары үшін тиімді, бірақ офлайн кездесулердің орны бөлек екені рас. Технологияның артықшылығы ол білім алуды бұрынғыдан да жеңілдетіп, қол жетімді ете түсуде. Қазіргі заманғы бағдарламалар, сондай-ақ жасанды интеллект адамдардың жұмысын жеңілдетуге көмектеседі. Мұғалімдер бұрын тек тәжірибеге сүйеніп айтатында, ал қазір жасанды интеллектті де ақпарат көзін толықтыруға мүмкіндік береді. 4-ші тапсырма. Мәтінді оқыңдар, мәтінге тақырып қойып жоспар құрыңдар, мәтіндегі шылауларды түрлеріне қарай топтап жазыңдар. Енді мен сіздерге жоспар құрып көрсетем және шылауларды ажыратып беремін. Бірінші тақырып қоюымыз керек. Мәтіннің тақырыбын жасанды интеллект қуаты деп қоямыз. Жоспар енді бізде 3 бөлімнен ғана тұрады, себебі бұл мәтін қысқа мәтіне. Бірінші бөлімі ақпараттық технологиялар мен тілдің дамуы, екінші тілдік қарым-қатынаста жасанды интеллектінің рөлі, үшінші ақпараттық алмасу және технологиялық прогресс. Бұл жерде енді біз шылауларды табуымыз керек болатын. Мәтінде мен деген жалғаулық шылауы, қана деген тежеу мән беретін демеулік шылауы, бен деген жалғаулық шылау және деген жалғаулық шылауы кездесті. 5-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті шылауларды қойып, сөйлемдерді жазыңдар, морфологиялық талдау жасаңдар. Енді сіздер дәл осы тапсырмаға келген кезде өздеріңіздің кітаптарыңызды ашып отырыңыздар. Сол кітапты қарап отырып, қай жерге қандай сөйлемді қойдық, соның барлығын ажырататын боламыз. Бірінші, қазақ тілінің дамуы мен болашағы оның барлық салада кең қолданылуына байланысты. Бұл жерде біз мен деген жалғаулы шылауын қойдық. Дамуы мен болашағы. Жастар тілді дамыту үшін ғаламтордың мүмкіндіктерін пайдалану қажет. Басқа елдердегі және Қазақстанда да кез келген ақпарат қазақ тілінде жазылуы тиіс. Ғылым мен техниканы дамытуда қазақ тілінің алатын рөлі зор. Қазақ тілін ғаламтор тіліне айналдыру мен термин мәселесін жүйелі жолға қою қажет. Тіл аудит сайты қазақ тілін сауатты әрі дұрыс жазуға көмектеседі. Қазақстанның ашық кітапханасы жобасы ғаламторда жүзеге асырылмақшы екен. Жоба аясында 4 мыңға жуық кітап жиналды. Енді бізге оқушылар сөйлемдерге морфологиялық талдау жасау керек болатын. Мен ең бірінші сөйлемге морфологиялық талдаудың үлгісін көрсететін боламын. Әрі қарай қажет болса, өздеріңіз кез келген сөйлемді таңдап алып, морфологиялық талдауды жасай беретін боласыздар. Қазақ тілінің дамуы мен болашағы оның барлық салада кең қолданылуына байланысты. Бұл морфологиялық талдауда әр сөйлемді жеке-жеке талдайтын боламыз. Әр сөздегі түбірді, жұрнақты және жалғауда жеке-жеке ажыратамыз. Мысалы, қазақ түбір сөз, зат есім, дара, негізгі, жалпы, дерексіз. Және де оқушылар бір сөз табын айтатын болсақ, сол сөз табы құрамына қарай, тұлғасына қарай, жасалуына қарай қалай бөлінеді, соның барлығын атап өтуіміз керек. Мысалы, жаңа зат есімді айтқанымызда, екінші тілінің деген сөз. Түбірі тіл, зат есім, дара, негізгі, жалпы, деректі. Тіл дегеннен кейін
тіл деген бізде тәуелдік жалғауының үшінші жағы жалғамды, себебі оның тілі деген сияқты. Ал нің бізде ілік септігінің жалғауы. Даму сөзінің түбірі дамы. Бұл жерде мына нәрсені ұмытпаңыздар. Егерде тұйық етістігі келетін болса, оның алдындағы түбір сөздер міндетті түрде өзіндік тұлғасын өзгертеді. Мысалға, даму сөзінің негізгі түбірі дамы. Сол сияқты оқу деген сөздің негізгі түбірі оқы. Көрдіңіздер ғой? Даму түбірі дамы. Етістік, тұйық етістіктің жұрнағы тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Әрі қарай мен жалғаулық шылауы, болашағы түбірі болашақ зат есім, тәуелдік жалғаудың үшінші жағы. Дәл осылай үлгіде әрі қарай морфологиялық талдауды жасап кететін боламыз. Оқушылар морфологиялық талдауды қалай жасау керек екенін білмесеңіздер, менің YouTube каналымда морфологиялық талдауға байланысты 2 үлгі видео сабағы көрсетілген. Сол сабақты, осы видео сабақтың соңында белгілеп қояйын. Сол видеоның үстін бассаңыздар, автоматты түрде морфологиялық талдауға өтетін боласыздар. 6-шы тапсырма. Тіл мен технологияның байланысы атты тақырыпта диалог құрыңдар. Диалогте мәтіндегі ақпаратты пайдаланыңдар. Аяулым, сәлем Нұржан, қалай ойлайсың, қазіргі заманда технологиялар мен тілдің арасында қандай байланыс бар? Нұржан, сәлем аяулым, меніңше олардың байланысы өте тығыз. Әлеуметтік желілер арқылы адамдар өз ойын еркін жеткізіп, жаңа таныстықтар құруға мүмкіндік алды. Аяулым, келісемін. Мысалы, Instagram сияқты платформалар тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар жарнама мен бизнес жүргізудің маңызды құралына айналды. Дұрыс айтасың, қазір Instagram'ды қолданушылар саны күннен күнге артып келеді. Әсіресе 15 пен 34 жас аралығындағы жастар оны жиі пайдаланады. Бұл платформада жарнаманың да ықпалы зор. Расында да, жарнама демекші, әлеуметтік желілердегі жарнамалардың тиімділігі басқаларға қарағанда жоғары сияқты. Себебі олар аудиторияға нақты бағытталады, солай емес пе? Бұл өте маңызды артықшылық. Сондай-ақ әлеуметтік желілер тілдің дамуына да әсер етеді. Мысалы, қазақ тіліндегі мазмұн көбейіп келеді, бірақ кейбір жазбаларда қателер жиі кездеседі. Сол қателердің себебі жылдам жазуға немесе тілдік нормаларды сақтамауға байланысты деп ойлаймын. Осы мәселені шешу үшін тіл тазалығына ерекше мән беру керек сияқты. Дұрыс айтасың, тілдің сақталуы тек сауатты жазуға ғана емес, технологиялар арқылы оны дамытуға да байланысты. Біз жастар осыған үлес қоссақ керемет болар еді. Келісемін, қазіргі заманғы технологиялар тек қарым-қатынас үшін ғана емес, тілдің мәдениетін дамытуға мүмкіндік беретін күшті құрал екенін түсінуіміз керек. Дәл солай, ендеше әлеуметтік желілерді тек сауатты жазып қана қоймай, ана тілімізді дамытуға бірге атсалысайық. Келістік, бұл біздің ортақ міндетіміз. 7-ші тапсырма. Дербес пікір жазу әдісін қолданып, мәтін мазмұны бойынша өз пікірлеріңді жазыңдар. Бірінші, өзіндік пікір. Ақпараттық технологиялар тілдің дамуына үлкен әсер етеді, сондықтан біз оларды дұрыс пайдалануымыз керек. Дәлел, болашақта жасанды интеллект тілдің сақталуы мен дамуына ықпал ете алады. Өйткені компьютерлік лингвистикаға үлкен көңіл бөлінуде. Қазіргі уақытта адамдар арасындағы қарым-қатынас цифрлық технологиялар арқылы жүзеге асып, тілдің жаңа формалары қалыптасуда. Өз пікірін дәлелдейтін мысалы, көптеген дамыған елдерде жасанды интеллект арқылы аударма жүйелері дамып, тілдік кедергілер азайып келеді. Сонымен қатар автоматтандырылған мәтін өңдеу мен және дауыстық көмекшілер тілді дамытуға үлес қосуда. Өз пікіріне қарсы пікір. Технологиялардың қарқынды дамуы кейбір тілдердің қолданыстан шығып қалуына әкелуі мүмкін. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал, жаңа технологиялар керісінше сирек кездесетін тілдерді сақтауға көмектеседі, себебі оларды цифрлық форматқа көшіруге және таратуға мүмкіндік береді. Мысалы, көптеген жоғалып бара жатқан тілдер арнайы жобалар арқылы цифрлық архивтерде сақталуда. Қорытынды, ақпараттық технологияларды тілдің дамуына бағыттау өте маңызды, өйткені олар тілді сақтап қана қоймай, оның жаңа қырларын ашады. Сондықтан тіл мамандары мен технология мамандары бірлесе жұмыс істеуі қажет. 8-ші тапсырма, жұптық жұмыс. Данышпан үкілер әдісін қолданып тапсырманы орындаңдар. Мәтіннен негізгі жаңа ұғымдарды тауып, әліпби ретімен жазыңдар.
9-шы тапсырма: сөздерді қажетті шылаулармен тіркестіріп, сөйлемдері құрап жазыңдар. 10-шы тапсырма: кітап кезет сайтын пайдаланып, аудио кітаптар оқимын тақырыбында шағын ой толғау жазыңдар.